Uykudan tur. Tezdetemiz. Не болып қалды? Мен қайда барам? Оянатын уақыт келді. Бүгін бізді қызықты күн күтіп тұр. Қару-жарақ жайында және әскер қызметшілері біздің тыныштығымызды қалай қорғайтыны жайында білгің келсе, біздің бағдарламаны жіберіп алма. Тездет, ояндар. Бол, кен. Тездет, сарбаз. Ертсізді киеміз. Тездетеміз. 6, 5, 4, бол, сарбаз, тездет. 3, 2, тездетеміз, жүгір. Зөл, тік тұр. Жинақталуды аяқта. Тік тұр. Оңға. Жаттығуға ады бас. Üç. 4. Bасы оңнан солға қарай. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жүгіреміз, тоқтамаймыз. Казармаға ады бас! Бұл балалар әскерде не істеп жүр? Өз елінің нағыз азаматы нені білу керек? Тіпті кішкентай болса да, Қазақстанда біз алғаш рет болашақ отан қорғаушылардың көзімен әскери ерліктің қалай шыңдалатынын көрсетеміз. 6 бала әскери дайындықтың барлық кезеңдерінен өтіп, Қазақстан әскерінің жауынгері ретінде түрлі дағдыларды меңгереді. Тез, жуынатын заттарымызды аламыз. Далаға шығамыз, сапқа тұрамыз. Жүгір. Ол сарбаз, жүгір. Төсек жинауға кіріс! Дұрыс, барлығыңызды келіңіз. Ал енді киінуге кіріс! Жинақталамыз, сарбаздар. Жинақталамыз. Бастан бастап, аяққа дейін жинақталамыз. Жейміз. Жоғары әңгімені. Сарбаз, не деп тұрсың? Алдың жап. Мыналар жөнде. Өзің істей аласың көзі? Кейде тағалам, кейде тағалмай қалам. Әскерде жүрсең, кейін бәрін үйренетін боласың. Түсінді ме? Түсінді ме дейін? Сіз дәл солай. Тыңдап тұрмын. Оламын. Сұрақ қойға болам емес, рұқсат етіңіз. Рұқсат. Бүгін қандай тақырып? Бүгінгі сабақта сендер Калашников автоматы туралы өтетін боласыңдар. Теориялық жүзінде. Ал тәжірибе жүзінде, жауынгерлер, әскери қоян қолтық ұрыс тәсілдерін үйренетін боласыңдар. Ал қазір жел, тек тұр. Оңға. Таңға түсуге адым бас. 1. Мен жарышадым.
аңға ішуге кіріс. Ас болсын десаңшылар. Туй, Джимми. Онда науа кеңшін. Науа ғаңшын. Бұл не сұмдық, жауынгер? Орнынан тұр. Тұр орнынан. Не сұмдық бұл? Сен әбден үйде еркелетіп жеріпті. Көрде тұр отырсан, сержант Таңқаман екем рас болса, үйге мүлде басқа адам болып қайтасын. Түсінің бе? Түсінің бе деймін? Иә, Көп болады деп жауап бер. көп болады. Ал қазір кезектен тыс кезекшілікке барып, аула тазалайсың. Көп Түсіндің бе? болады. Көп болады. Отыр. Тамақ жеуге кіріс. Мен анамды өте жақсы көрем. Таңертең ол мен бетімнен сүйіп оятады. Таңғы асқа қаймақ қосылған құймақ пісіреді. Ал мынау күректі мен ешқашан ұстап көрген емеспін. Үйге қайтқым келеді, анама барғым келеді. Түзел. Тек тұр. Бір күні мен де командир боламын, уәде берем. Әлме сен қолынан келеді өлім. Тыңда, жауынгер. Командир болу үшін ең алдымен өзіңді бірінші тәрбиелеп ал. Содан кейін барып өзгелерге бұйрық бере бер. Түсінікті ме? Дәл солай. Тек тұр. Айтпақшы, мен әскери скауттардың мүшелеріне кірдім. Ол жақ маған өте ұнады. Мен үшін үлкен тәжірибе болды. Әскер де маған ұнады. Үйренетін заттар көп екен. Кешегі сотқарлар, аналардың еркелері, әскери казармада жас жауынгер мектебінен өтуге бел байлаған 6 кейіпкер. Олар әскери өмір мен азаматтық өмірдің қандай айырмашылығы бар екенін үйренеді. Алдарында нендей сынақтар күтуде? Қызық оқиғалар ма, жоқ әлде қиын сынақтар ма? Бізбен бірге болсаңыздар, бәрін бірге көреміз. Бөлімше, тұр. Тік тұр. Назар ортағы. Сержант мырза, бөлімше сабаққа дайын. Бөлімше командирі қатарда отырсынып. Саламатсыңдар ма, десантшылар? Саулық тілейміз, сержант мырза. Еркін тұр. Отыр. Еркін тұр. Отыр. Жауынгерлер, бүгінгі біздің сабағымыз Калашников автоматын шашып жинау. Жазып алыңдар. Автомат Калашников, яғни қысқартылған түрде АК деп айтылады. Жазып отырсыңдар ма? Калашников автоматы 1947 жылы Михаил Калашников жасап шығарған. Кейіннен бұл қару модификацияланып, түрі біраз өзгертіліп, 1974 жылы жаңадан жасалынып шығады. Бұл қару әлемдегі ең көп тараған қару болып саналады. Жазып алыңдар. Бұл қару Гиннес рекордтар кітабына енді, яғни әлемдегі ең көп тараған қару болып саналады. Калашников автоматы жайлы 6 дерек. Сен білесің бе? Калашников автоматы әлемдегі ең көп таралған қару ретінде Гиннес рекордтары кітабына енген. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әлемдегі ересек 60 адамға бір Калашников автоматынан келеді екен. Жазып алыңдар, жауынгерлер. Қазақстан армиясында АК-74 автоматы бар. Сенің сүйікті компьютерлік атыс ойындарында осы автоматтың түрлі модификациясы кездеседі. Тағы бір қызығы, бұл қару Қазақстанда жасалынған. Және де 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде бұл қару ең бірінші рет Алматы қаласында сыналған болады. Калашников автоматы 106 мемлекеттің қарулы күштерінде қолданылады. Ендеше жауынгерлер, осы қаруды шашып жинау үшін арнайы маманды шақырамыз. Калашников автоматы толық емес, және толықтай болып екі түрде шашылады.
Бұрында оқушылар АК-47 автоматын 18-30 секундта жинап шашатын, оны алғашқы әскери дайындық сабағында үйрететін. Түсінікті ме барлығы? Жарайсыңдар, естеріңе сақтап алыңдар. АК-47 Шығыс Тимур, Зимбабве, Мозамбик сияқты мемлекеттердің елтаңбаларында белгіленген. Толық емес шашылған қаруды жинауға кіріс. Ендеше норматив 12. Қаруды толық емес шашу. Кім шашқысы келеді? Жауынгер Қайрат, маған кел. Жауынгер 12-ші норматив қаруды толық емес шашуға кіріс. Жон, Бұзо, қатардағы Қайрат, 12-ші норматив қаруды толық емес шашуды аяқтады. Орныңа тұр. Көп болады. Жауынгер Амантай, ортаға кел. Көп болады. 13-ші норматив толық емес шашылған қаруды жинауға кіріс. Калаш сөзі әлем тілдеріне аудармасыз енді, ал пушту және парсы тілдерінде автомат сөзінің өзі калаш деп аталады. Ал енді қаруды шашып жинау түсінікті болса, сендерді қоян қолтық күрес тәсілдері күтіп тұр. Тыныш. Ендеше сабағымызды аяқтаймыз. Мәссаған осындай қаруды қалай ойлап тапқан, мен де осындай нәрсені ойлап тапқым келеді. Бүкіл әлемді қорғау үшін. Бұдан әрі жас жауынгерлер қандай жағдайға тап болатын көресіңдер. Командир оларға қаншалықты күрделі сынақ дайындаған екен. Бізбен бірге болыңыздар. Жөн, тек тұр. Жауынгерлер, бүгін біз қоян қолтық ұрыс дағдыларын үйренетін боламыз. Маған ештеңе болмайтын шығар, Қазақстан қарулы күштерінде қолданбалы спорт түрлері өте маңызды жауынгерлер. Оның ішінде ең маңыздысы әскери қоян қолтық ұрыс. Әскери қоян қолтық ұрыс бұл қорғаныс және шабуыл тәсілдерін оқытудың әмбебап жүйесі. Әскери қоян қолтық ұрыс ол жекпе-жектің заманауи түрі. Армиялық қоян қолтық ұрыс әлемдік жекпе-жек түрлерінің арсеналынан ең тиімді элементтерді біріктірді. Қолға арналған ыңғайлы техника, күрес техникасы, ауыр жарақат әкелу техникасы. Жауынгерлер, қазір сендер әскери қоян қолтық ұрыспен айналысатын боласыңдар. Ал бұл жөнінде сендерге көмек көрсететін маман шақырайық. Керемет күрес болады. Мен қорқа бастадым. Қоян қолтық ұрыс өте тамаша екен. Өзім каратеге қатысам. Әкем, ағаларым қатысқан. Енді өзім де қатысып жүрмін. Спортты өте қатты жақсы көрем. Спорт алаңында өзімді судағы балықтай сезінемін. Саламатсыздар ма жауынгерлер? Бүгін әскери қоян қолтық ұрысын мен үйрететін боламын сендерге. Бастайық онда. Солға. Мына қызыл шеңбермен жүгіре бас. Жүгір. Асықпай жай жүгіреміз. Оң жақпен иықтан айналдырамыз. Сол жақпен айналдырамыз. Тізені алақанға тигіземіз. Жүгіреміз. Алдыға қарай домалаймыз. Мұқият қараймыз. Қолды мына жерден аласыңдар. Оң қол белбеуде, аяқ қырқайға кіреді. Мұнда уже қолды ауырту әдісіне тартуға болады. Тұрамыз. Тартасын, қара.
Отырған еді, так. О. Он аяқпен кіресің. Он аяқпен кіресің да. Енді сен қайталан. Жоқ. Сен мен тыңдамадың ба? Қатардағы Амантай. Сарбас, сен тапсырманы орындай алмадың. Бұл әскер, бұл жерде қорқынышқа орын жоқ. Сен түсініп тұрсың ба, не болған саған? Ал анаңа біреу тиіссеше, отан да екінші анаң емес пе? Анама Анаңа? жарайды сержан мырза, мен тырысам, көп болады. Жарайсың. Тік тұр. Кері біреу. Жаттығуға қадам бас. Тоқтама. Жауынгерлер, бүгінгі сабақ аяқталды. Осы тәсілдерді үнемі қайталап жүріңіз. Сарбаздар, бірінші күнгі дайындық үшін бұл нәтиже өте керемет. Осымен сабақ аяқталды. Ал сендерді көптен күткен түскі ас күтіп тұр. Оңға. Ады бас. Ас болсын десаншылар. Рахмет. Қатардағы жауынгер ерке бала, қатардағы Амантай. Ол туа сала ерке болып туған жоқ қой. Сондықтан баланы жастан деп бекер айтпайды. Өсе келе де ерке болып қала беретін болса, оған қиын болып қалатыны рас. Сондықтан да ол әскер қатарында жүрсе, әлі өзгеретін болады. Осы жерде жүргеніне әлі мақтанатын болады. Біз қолымыздан келгенше барлығын жасаймыз. Негізінде жақсы бала. Қымбатты анашым, әскердегі жалғыз балаң саған хат жолдап отыр. Бұл жақта мен сенің тыныштығыңды Калашников автоматымен қорғап жүрмін. Нағыз азамат өз отанын анасындай қорғауы тиіс. Солай деп біздің командир жиі айтады. Мен оның айтқан әр сөзіне сенемін. Келесі бағдарламада әскер өмірінің тағы бір қызықты күнін тамашалайсыздар. Қапы қалмаңыздар. Бұл маусымда біздің кейіпкерлерімізбен бірге жас сарбаз мектебіне қатысыңыз.